Қан қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген жағдайда теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дертке алып келуі мүмкін. Қанның қою болуы адамды ауруға душар ететіні бәріне белгілі. Оны сұйылту үшін дәрігерлер үлкен кісілерге аспирин кардио, тромбо, тағы да басқа дәрілерді ішуді ұсынып жатады. Бірақ бұл дәрілерді ұзақ ішкен кезде асқазан мен түрлі организмге кері әсер беруі әбден мүмкін. Негізгі таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 5-6 ай демалу керек дегенді естіп жатамыз. Мұндай кезде қан сұйылтудың табиғи әсеріне көшу өте тиімді болып табылады. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк баса кетулеріңізді сұраймыз. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі организмге тасымалдау ғана емес, бұл иммундық жүйені қамтамасыз етуде, қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе болып табылады. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярға ену қиын болады. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына алып келеді. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульт пайда болуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларын бастап кеткен дұрыс. Қанның қоюлануы. Сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыз болуы қанның қоюлануына алып келеді. Себебі қанның 80%-нан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды ішетін болса, мысалы, лас немесе хлор суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергия жұмсауы әбден мүмкін. Оның дұрыс құрылымда болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттарды сіңіруін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, тағы да басқа, қанның қоюлануымен бірге қышқылдануы да орын алады. Электромагниттік сәуле. Қан құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі ауруы сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қанның қызыл жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара алмай қалуы. Улану. Ауыр металдар мен пептидпен улану. Бұлар күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жинақталуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауы мен қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стрестік жағдай. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденген. Авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы қанның қоюлануының себебі болуы мүмкін. Қан қоюлануының белгілеріне көру мен және есту қабілетінің нашарлауы жатады. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз етілген кезде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болады. Тыныс алудың қиындауы, жүректің қанды айдауының нашарлауы, соның салдарынан адамда аритмия пайда болады.
Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу физикалық жүктемеден кейін де, тыныштықта да пайда болады. Аяқ-қолдың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ-қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярға жақсы тамбағанынан болады. Осы кезде терінің көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жеткіліксіз барғандықтан адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көздің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімінің туындауы. Жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшық еттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалғандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағында пайда болады. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауруы. Қанның қоюлануының кесірінен бас жиі ауырады. Оны дәрімен де, демалумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және де емдеу жолдары. Өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалар қан сұйылтуда жақсы нәтиже береді. Қанды сұйылтуға жақсы көмектесетін екі түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік, яғни түйе жоңышқа, донник және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті, 4 айдан кейін ғана қайталау керек. Күзгі ауруларға таптырмайтын ем саналатын мүкжидек, клюква. Компот қайнатып, соны жиі ішіп жүрсеңіз, ағзаға күш-қуат сыйлап, иммундық жүйеңізді көтересіз. Қанды қоюланудан сақтайсыз. Оның тұмаудың алдын алуда көмегі өте зор. Бұл сусын бауыр мен асқазан және ішек ауруларын емдеу үшін аса пайдалы. Тағы бір қасиеті жөтелуден құтылуға көмектеседі. Ол үшін 3 мезгіл мүкжидек шырынын бас қойып ішу керек. Таңертең ұйқыдан тұра салып, таза су ішіңіз. Талай аурудың алдын аласыз. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар аз көлемде су ішеді, ал ағзада су көлемінің аз болуы қанның қоюлануына алып келеді. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Қан қою болса, адамның есту және көру қабілеті нашарлап, буын аурулары пайда болады. Басы ауырып, аяғы мен қолын басқаруы қиынға түсуі әбден мүмкін. Біздің ағзамыздың 70% судан тұрады, ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері 2%-дан ғана азайса, күш-қуатымыз 20%-ға әлсірейтінін дәлелдеген. Мұндай қатерге жол бермеу өз қолымызда. Қанның қоюлануына алкоголь, ластанған тағамдар, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына балық және зығыр майын, балғын көкөністер, ақ қырыққабат, брокколи, жеміс-жидектерді, құлпынай, жүзім және ананасты үзбей жеңіз. Оған қоса зәмбір сусынын ішу өте пайдалы болады. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ауырмаңыздар.